Сәлем достар, сіздермен бірге Ұлжалғас. Бүгін мен сіздерге тауық етінен гриль пісіріп көрсететін боламын. Үй жағдайында менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті Три желания фирмасының кетчуп мен майонезі. Өте оңай рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді. Магазиннен соустар, нелер іздеп жүрмейсіздер. Өте қарапайым рецепт. Бір ыдысқа екеуін бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және үстінен чесногымызды ашып, майда өткіштен өткізіп қосатын боламыз. 2-3 данасы жеткілікті болады. Осылай майда өткіштен өткізгендеріңіз дұрыс, дәмі жақсы сіңетін болады чесноктың. Тауық етімізді маринадтайтын боламыз. Үстіне толығымен жағып, қолымызбен сіңіріп, сіңгенше барлық жерін жағып сипап шығамыз. Және де ішкі бөлігіне де құйып шыққандарыңыз дұрыс. Өйткені піскен кезде ішкі жағынан да дәмі сіңіп, тауығымыз дәмді болып шығады. Толығымен жағып шықтық, жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін картошка, сәбіз, қандай үйлеріңізде овощтар бар, барлығын қоссаңыздар болады. Негізі ол міндетті емес. Жалпы үйінде аз адам болса, тауықтың етін өзі жеткілікті болады. Біздің үйде көпшілік болғандықтан мен қасына картошка, сәбіздерін қосып жасадым. Бұл да өте дәмді шығады. Қалған маринадты осылай жанына құйып, картошка, сәбіздерін үстінен сіңіретін боласыздар. Және де тұз бұрышымызды қосып, лавр жапырағын да қоссаңыздар болады. Ерекше дәм мен ерекше иіс береді. Фольгамен бетін жауып пісіретін боламыз бастапқыда. Қалған 20 минутында ашып пісіретін боламыз. 1 сағатқа 200 градусқа саламыз. Не осылай қызыл әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, келесі рецепт өткізбей қалмас үшін. Қош сау болыңыздар.